Достар, 2-де екінші есеп теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шығару деді. Шешімнің жуық мәндерін көрсетіңдер. Яғни бұда нақты бір қиылысатын нақты мәндерін көрсете алмаймыз, оны шамалап жуықтап көрсететін боламыз. Оны қазір есеп барысында түсінетін боларсыздар. Бұдан біз y-ті өрнек деп аламыз. Y-ті өрнек десек, бұл 3 минус 2x шығады, бұл қазір сызықтық график шығады. Ал мынау минус y тең болады минус 1, 3x квадраты 10-ға шығарсақ, минус 3x квадрат болады. Бұл бізде парабола болады. Так, бұда біріншісін жазып қояйық, 3 минус 2x деп, екіншісіне минусынан арылайық, сонда y тең болады 1 плюс 3x квадрат, яғни минус 1-ге екі жағында көбейтіп шығамыз. Енді графигін тұрғызу үшін біз x пен y-ге мәндер беру керекпіз. Бірінші теңдеуге x пен y-ге мән берейік. X-ге 0 беретін болсам, мынау 0-ге айналып кетеді, y-ім 3-ке тең болады. X-қа 1 беретін болсам, мынау 2-ге тең болады, 3-тен 2 азайтсам 1-ге тең болады. X-қа минус 1-ді беретін болсам, мынау минус 2 ғой, мынау онсызда тұрған, минус 1-ге өткенде плюс 2 болады, сонда 3 плюс 2 5-ге тең болады. Тағы 1-2 мәнді беріп көрейік. X-қа 2 беретін болсам, мынау минус 4 болады, 3 минус 4 минус 1-ге тең болады. Ал X-қа минус 2 беретін болсам, минус 2 минус 2-ге өткенде плюс 4 болады, 3-ті 4-ке қоссам 7 болады. Енді екіншісінің мәндерін беріп көрейік. X пен y-ге x-қа 0 беретін болсам, мынау 0-ге айналып кетеді, y-ім 1-ге тең болады. X-қа 1-ді беретін болсам, 1-дің квадраты 1, 3-ті 1-ге өтсем 3, 3-ке 1-ді қоссам 4. Минус 1-ді беретін болсам, минус 1-дің квадраты ол да плюс 1 болады. Сондықтан болда да 1-де мән шығады, 4 шығады. 2-ні беретін болсам, 2-ның квадраты 4, 4-ті 3-ке көбейтсем 12, 12-ке 1-ді қоссам 13 болады. Ал минус 2-ні берсем, дәл сол 13 шығады. Себебі минус 2-ның квадраты ол да плюс 4, плюс 4-ті 3-ке өтем 12, оған 1-ді қоссам 13 болады. Енді шамамен бұлардың графиктарын тұрғызып көрейік. Так, менде y-дің мәні 13 деді. Y-ге көп мәндер берейін. Бірінші мына сызықтың графигін тұрғызып көрейік. Так, x 0-де 3-тен өтеді дейді. Мына нүктеден өтеді. X 1-де, y-ім 1-ден өтеді дейді. X минус 1-де, y-ім 5-тен өтеді дейді. Мына жерде x 2-де, y-ім минус 1-ден өтеді дейді. X минус 2-де, y-ім 7-ден өтеді дейді. Мынау 5, 7. Мынау бұлайнан өтіп жатырған сызық, Мынау біріншісінің графигі. Енді екіншісінің графигін көрейік. X-ім 0-де, y-ім 1-ден өтеді. Мына жерден басталады деді. X-ім 1-де, y-ім 4-тен өтеді деді. 1, 2, 3, 4. X-ім минус 1-де, y-ім де 4-тен өтеді деді. Мына X-ім 2-де, y-ім 13-тен өтеді. 7 болса 8, 9, 10, 11, 12, 13. В общем, шамамен мына жақта деп алайық, Былай деп алайық. Сонда ол былайнан өтіп жатырған парабола. Менде қазір қисықсылып кетті. Мен неге жаңа басында шартында жуық мәндерін көрсетіңдер деп беріліп тұр. Себебі бұның шамалап тек қана шамамен осындай жерде жатыр деп айта аламыз. Бұны нақты шешімін табу үшін бұны кәдімгі миллиметрмен отырып, графигін дұрыстап тұрып сызып, есептеп шығару керек. Бұны қараңыздар, бұның қиылысып тұрған нүктелері шамамен мына жерде қиылысып жатыр. Қазір мен маркермен белгілейін. Екеуі мына жерде қиылысып жатыр. Және мына жерде қиылысып жатыр. Мына екі нүктесі. Осы екі нүктенің жуықтап несін қараймыз, координаталарын қараймыз. Так, мына бірінші нүктенің мына А нүктесі, мына Б нүктесі десе, қиылысқан А нүктесінің координатасы, ол енді мына жерде, мына шамамен, мына жерде x-ім 0,5 деп алсам, мына жерде y-ім шамамен, так, где-то 2 деп алам, 0,5-те 2-ден қиылысып жатыр дем. Ал екінші Б нүктесі, ол так минус, былай келгенде минус 1,2 деп алуға болады, минус 1,2-ден y-імде 1, 2, 3, 4, 5, так 5-ке жетпейді, мына жерден 5-те 5,5 деп алайық шамамен. Мына осындай
екеуі жаңағы екі графиктің қиылысып жатырған нүктесі осындай шамамен осы нүктелер деп айтамыз. Келесі екінші есебі, бұл жерде де біз y-ті x арқылы өрнектеп аламыз. Y тең болады дейміз. 2 мына минус 2x квадратты оң жаққа шығарамыз. Минус 2x квадрат болады. Мына жерден 2y-ті табамыз. Ол тең болады 8. Мына ауысқанда плюс x болып ауысады. Так, мына екіншісінен y-тің өзін тауып алсақ, ол 8 бөлінген 2 4 бірден жазайық, және x бөлінген 2 болады. Үстін жазып қоямыз. Y тең болады 2 минус 2x квадрат. Так, енді осыларға мән береміз. X пен Y-ке мән береміз. Біріншісіне мән берейік. Достар, дауысыма кешірім сұраймын. X-қа 0 беретін болсам, Y-ім 2-ке тең болады. X-қа 1 беретін болсам, 2-ні 1-ге көбейтсем 1, 2-нен 2-ні азайтып тастасам 0 болады. X-қа минус 1-ді беретін болсам, дәл солай болады. Себебі минус 1-дің квадраты ол да плюс 1, осында 2-ден 2 азайтқанда 0 болады. X-қа 2 беретін болсам, 2-ның квадраты 4, 4-ті минус 2-ге көбейтсем минус 8, минус 8 плюс 2, ол минус 6-ны береді. X-қа минус 2-ні берсем де, дәл осы минус 6-ны беретін болады. Енді мына екіншісінің мәндерін беріп көрейік. Осы мәндер пока жеткілікті болар. Так, x-қа 0-ді беретін болсам, y-ім мынау 0-ге айналып кетеді, y-ім 4-ке тең болады. X-қа 1-ді беретін болсам, мынау 2-ден 1, 4-ке 2-ден 1-ді қоссам, 4,15, мынау 0,15 қой. Так, x-қа минус 1-ді беретін болсам, 4 минус 0,15, ол 3,15-ді береді. X-қа 2-ні беретін болсам, мынау 1-ге айналып кетеді, 4 плюс 1, ол 5-ке тең болады. X-қа минус 2-ні беретін болсам, 4 минус 1, ол 3-ке тең болады. Мына осы мен қазір шамалап салып көреміз. Бірінші графигіміз салатын болсақ, мынау бізде параболаның графигі шығады қазір. Так, 0-де 2 дейді. X-ім 0 болғанда, Y-ім 2 мына нүктеден өтеді дейді. X-ім 1 болғанда, Y-ім 0, яғни мына нүктеден өтеді. X-ім минус 1 болғанда да Y-ім 0. X-ім 2 болғанда, Y-ім минус 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, минус 6. X-ім минус 2 болғанда да, Y-ім минус 6 дейді. Яғни ол былайынан төмен қарап жатырған парабола, иә? Енді екіншісінсі, x-ім 0 болғанда, y-ім 4-тен өтеді, 3, 4, мына нүктеден өтеді. X-ім 1 болғанда, y-ім 4,15-тен өтеді. Так, 4,15, шамамен мына жерде жатыр. X-ім минус 1 болғанда, y-ім 3,15, 1, 2, 3, 3,15, так, мына нүктеде жатыр. X-ім 2 болғанда, y-ім 5-тен өтеді дейді, 1, 2, 3, 4, 5, так, мына нүктеде жатыр. Және минус 2 болғанда, y-ім 3-тен өтеді. 1, 2, 3. Мына нүктеде жатыр. 1, 2, 3. Мына нүктеде жатыр мұны. Так, ол былайынан өтіп жатырған сызық. Енді қараңыздар. Бұл екі график бір-бірімен қиылыспай тұр, яғни мынау жоғарысында жатыр, мынау төменде жатыр, екеуінің қиылысатын ортақ нүктесі жоқ. Сондықтан бұның шешімі жоқ деген сөз. Бұлар қиылыспайды. Соңғы үшіншісі, бұл жерде де y-ті өрнектеп аламыз. Сонда менде минус 3, мына x квадрат, минус x квадрат плюс x квадрат болып ауысады. Мына жерде минус 2 y-ті жазып қоямын. Минус 5, мына минус 4x болып ауысады. Мына жерден y-тің өзін тауып алатын болсам, біріншіден 2-ге бөліп жіберем, екіншіден минусына айырылып жіберем. Мынаның барлығын минусқа қойып жүрсем, плюс болып кетеді. Тең болады 5-ті 2-ге бөліп жіберсем 2,15 плюс 4-ті 2-ге бөліп жіберсем 2x болады. Түсіндіңіздер ғой, яғни мынаның барлығын минус 2-ге бөліп жібердім. Сонда минусы плюс болып айналып кетті, және 2-ге бөліп жібердім. Так, үстіндегісін жазып қоямыз. Y тең болады минус 3 плюс x квадрат дейміз. Бұғанда x, y-ке мән береміз. x, y. X-ке 0-ді беретін болсам, y-ім мына жерде минус 3-ке тең болады. X-қа 1-ді беретін болсам, y-ім минус 2-ке тең болады. Минус 1-ді берсем, ол да минус 2-ке тең болады. Себебі бұл x-ның квадраты тұр. 2-ні беретін болсам, 4 минус 3, ол 1-ге тең болады. Минус 2-ні берсем, ол да 1-ге тең болады. Енді екіншісіне мәндер беріп көрейік. X, y. X-қа 0 берсем, y-ім 2,15-ке тең болады. X-қа 1-ді берсем, так, 2-ге 2,15 қоссам, 4,15-ке тең болады. X-қа минус 1-ді берсем, ол 0,15-ке тең болады. X-қа 2-ні берсем, 4
4 плюс 2,5, 6,5. X-ға минус 2-ні беретін болса, минус 4 плюс 2,5, ол так, минус 1,5 болады, е? Так, енді осының графигін қазір саламыз. Жүргізем екен. Салам. Так, біріншісінің графигін салайық. 0-де минус 3-тен өтеді дейді. 1, 2, 3. 0-де минус 3-тен. 1-де минус 2-ден өтеді дейді мына жерден. Минус 1-де ол да минус 2-ден өтеді дейді. 2-де 1-ден өтеді дейді. Минус 2-де ол да 1-ден өтеді. Ол былайынан өтіп жатырған парабола. Так, екіншісі 0-де x 0 болғанда 2,5 деді. 2, 2,5, мына нүктеден өтеді. 1-де 4,5. Так, 2, 3, 4, 4,5. Так, мына нүктеде өтеді. Минус 1-де 0,5-ден өтеді. 0,5-де мына нүктеде жатыр. Так, 2-де 6,5-ден. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 2. Шамаймен мына нүкте, және минус 2 болғанда минус 1,5. 1, 1,5 дегенім мына нүкте. Так, мына ол былайынан өтіп жатырған сызық. Так, ол қиылысып жатырған мына нүкте. Сосын қараңыздар, мына жерде мынаның параболаның тармағы былай кете береді ғой, созылып, мынау да былай созылып кете бергенде, ол бәрібір мына жерде екінші нүктеден қиылысады. Так, ол шамамен мына жерде қиылысады деп айтатын болса. Мына жерде қиылысады деп айтатын болсақ, сонда қиылысқан нүктелері мына. Мына жерде мына нүктемен қиылысып тұр. Мына жерде мына нүктемен қиылысып тұр дейік. Сонда мынаны А, мынаны Б нүктесі болады десек, енді бұны тағы да шамамен жуықтап тұрып жазамыз, Мен жаңа түсіндіріп айттым. Бұны нақты шешімін табу үшін бұл кәдімгі миллиметрмен отырып есептеп шығару керек. Графигін салу керек. Ал біз шамалап салып отырмыз графигін. Тек 1-2 мәндерді ғана беріп қойып салып отырмыз. Так, бұл жерде минус 1 x-ім где-то бір минус 1,5-де жатыр, ал y-ім так, где-то жартысында жатыр, минус 0,5. А-ның координатысы, Б-ның координатысы. Так, 3, 3-тен асып тұр, бұл где-то 3,5-де десең, 3,5-де десең, y-ім, так, y-ім қарайық, қай шамада? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, где-то 9-ға келіп қалды, где-то сол 9-ың, y-ім 9-ға тең деп алайық. Мына шамамен осы екі нүктеде мына екі график қиылысып жатыр деген сөз.